Егер ақша жоғалтып алсаң, қуан. Ол деген жоғалту емес, ол шығын. Тіпті инвестиция деп айтса да болады. Себебі еврейлер айтады екен, хорошо, что взял деньгами деп. Мысалы, бір бизнесқа ақша салдың, бизнесің жүрмеді, и тура сол жерде қадалдың да қалдың. Ақшаңды жоғалттың, самооценкаң өлді, мен қолымнан түк келмейді, ақымақпын, ақшаның бәрін жоғалттым, ондай ақшаны күйеуің, әйелің немесе әке шешең берсе, тіпті 2 есе, 3 есе геометриялық прогрессивен ұшып тұрып самооценкаң өледі. Себебі өзіңді өте бір қор санайсың, өте бір ақымақ, қолынан түк келмейтін сондай адам санайсың. Дәл осы жерде тоқтап қалмау керек. Негізгі көп адамдардың құлақ қалатын, артқа кететін тұсы, қайтадан найымға баратын, ол осы жерде тоқтап қалу, осындай жерде. Бұны инвестиция деп қарау керек. Сен сабақ сатып алдың. Мысалы, 2 миллионға бизнесқа қойдың, жоғалттың ба, өзіне айт. 2 миллионның сабағын алдым. Ол жерде тәжірибе, ол жерде күнделікті қаншама нәрселерден өттің. Енді сен бір рет тапқан ақшаңды, жоғалтқан ақшаңды, қаншалықты сен жоғалттың, минуста соншалықты координаттар жазықтығы бар ғой, нөлден. Қаншалықты құладың, соншалықты жоғары шыға аласың. 2 миллион жоғалттың ба, саған уже миыңда мынандай плюс тұрсын. Мен міндетті түрде 2 миллион ойнап жүріп табам. 20 миллион жоғалттың ба, өзіңе де миыңа құйып ал. 20 миллионды таба алам. Демек, мен жоғалтқан ақшамды тура қандай минусқа түсем, тура сондай плюсқа шығам деп. Бұл жерде сен өзіңе инвестиция, өзіңе опыт, өзіңе тәжірибе ретінде қарасаң, екінші рет, үшінші рет сен тура сол батпаққа батпайсың. Тура сол жерде аттап өтесің. Тура сол жерде үріп ішесің. Үрлеп ішесің. Жаңағыдай ыстыққа күйіп қалмайсың деген секілді сен уже білесің. Сондықтан бұл өте күшті сабақ. Әсіресе өмір сабақ үйреткенде, және ақшамен үйреткенде, бұл адамның есінде мәңгі қалатын нәрсе. Адамнан ақша шығу өте қиын. Ал бір рет шықты ма, біз оны мәңгілікке жаттап аламыз. Үйіңді жоғалттың ба бір рет, алаяққа бір рет алдандың ба, алаяқтар алдап ақшаңды алып кетті ма, ойбай процентпен берем, инвестиция жаса, өйтіп берем, бүйтіп. Қазір сондай алаяқтар өте көп болды. Абайлаңыздар, 10% деген өтірік. Қазіргі заманда банктың өзі де 1% бермейді. 0,бірдеңке процент береді. Ол 10% құй, инвестиция жасаймын деген бәрі көп жерде өтірік. Алаяққа алдандыңыз ба бір рет, сол сумаңыз жоғалды ма, сіз уже келесі жолы адамдарға УЗИ, МРТ, компьютерная томография болып тұрасыз ғой. Алаяқтардың иісін ана жақтан білесіз. Уже ана жақтан келе жатқан кезде сіз уже чувствовать етесіз, ойбай, мен ақшамды алып кетейін деп жатыр деп. Бұл сондай керемет сабақ. Ал енді кейде ақша тауып жүрген адамдарда бір патологта бір моментте қалып кетеді. Бұл да не үшін? Бұл жерде де сені жаңағындай энергияны шайқау үшін. Сен себебі бір нөлде плоский жазықтықта қалып кеттің, сені бір төмен шайқап алады да, сонымен барып көтерілетін болып тұрсың. Сондықтан ақша жоғалтсаңыздар, дым саспаңыздар. Мен саспай саспаңыздар. Мен сас дегенде сасасыздар. Люблю, благодарю.